Соңғы жылдары жүргізілген бірқатар зерттеулердің нәтижесінде құрманың пайдалы қасиеттері ашылды. Түркиядағы әйгілі Сема емханасының тағамтану және диета бөлімінің маманы Хайреддин Мутлуның айтуынша, құрма лиф, минерал, фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай екен. Құрманың басты пайдалы қасиеттері протеин, май, көмір суын қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді. Жүктілік пен күнге күйуден түскен дақтарды кетіреді. Ал құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына және жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды. Жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Ал құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Сонымен қатар жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға пайдалы. Сондай-ақ тойымдылық қасиеті өте жоғары. Балғын құрманың бойында 60-65%, ал кепкен құрмада 70-80% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Құрма жеңіл босануға септігін тигізеді. Сонымен қатар құрамында ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыратушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Сонымен қатар құрманың өзіндік емдік қабілеті де бар. Олардың ең маңыздыларын жіктейтін болсақ, күніне 3 құрма жеудің пайдасы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Сонымен қатар бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Тіпті сәбізден де пайдалы. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының профилактикасы үшін пайдалану қажет. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданды. Жемісін ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Ақпараттар Нұркизет сайтынан алынды.